Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен сіздерге қызанақты бүтіндей қысқа сақтау жолын көрсетемін. Алдымен банкамызды жуып тазалап алып, оған мен жүзімнің жапырағын төседім. Және чеснок, ащы бұрыш, болгар бұрышы, қара бұрыш, лавр жапырағын салып шығамыз. Содан кейін жуып тазаланған қызанағымызды банкамызға салып толтырамыз. Содан кейін ыстық қайнаған су құямыз. 20 минуттан кейін суды төгіп тастап, 1 ас қасық тұз, 2 ас қасық қант салып шығамыз. Қалған қызанақтан томатный сок жасайтын боламыз. Оны күштен өткізіп, мен бірден қайнатуға қоямын. Және осы жерде бір лайфхак: қайнап шыққаннан кейін қызанақтың қоюы мен сұйығы бөліне бастайды. Сол кезде қоюын осылай сүзгіштен өткізіп алып тастаймыз. Және томатный согымыз өте сұйық, әдемі болып шығады. Томатный согымызды бір 40 минут қайнатқаннан кейін банкаларымызға құйып шығамыз. Банкаларымызды жақсылап бұрап, бір күн бойы орап қоямыз. Міндетті түрде жасап көріңіз, қыстың күні өте дәмді болып шығады. Видео ұнаса каналыма лайк басып тіркеліп кетіңіз.